армысыңдар менің ютуб тыңдармандарым. Алдыңғы бөлімнің жалғасы. Рас па, апай, сен мені сонша жақсы көресің бе? Деп сұрады. Апай басын изеп, иә, сен маған өмір сыйладың. Сенсіз мен ештеңе емеспін, деді. Ерлан апайды құшақтап төсекке апарды. Олар ұзақ уақыт бірігіп жатты, сөйлесіп, сүйісіп, денелерін сипалап. Апай Ерланның кеудесіне басын қойып, мен саған үйді барлығын қалдырамын. Тек мен ұмытпа, деп сыбырлады. Ерлан ұмытпаймын деп жауап берді, бірақ іштей ойлады. Бұл үй мен үшін жақсы мүмкіндік. Кетер алдында апай конвертті ұсынды. 60 000 теңге. Мынау саған, бірақ ең бастысы менің жүрегім, деді. Ерлан ақшаны алып апайдың маңдайынан сүйіп шықты. Жаңбыр әлі жауады, бірақ апайдың жүрегі жылы еді. Ол төсекте жатып Ерланның иісін сезініп күлімсіреді. Бұл шынайы ғашықтықтың басталуы еді. Апай үшін өмірдің жаңа мағынасы, Ерлан үшін әлі де ақша мен мүмкіндік. Құпия кездесулер. Мария апайдың махаббаты күшейген сайын Ерланның өмірі де өзгере бастады. Зейнетақының жартысы енді 60-70 000 теңгеге жететін ақша оның қалтасына тұрақты түсетін болды. Ол жаңа киімдер алды, достарымен қымбат кафелерде отырды. Тіпті бірнеше рет клубқа барып қыздармен танысты. Бірақ апайдың үйіне келгенде бәрі өзгеретін. Ол жақсы волонтер рөлін ойнап, мейірімді, қамқор жігіт болатын. Апай үшін бұл рөл шынайы еді, ал Ерлан үшін тек табыс көзі. Бір күні апай Ерланның телефонындағы суретін көріп қалды. Жігіт бір жас қызбен құшақтасып түскен селфи. Апайдың жүрегі сыздап кетті. Сол күні кешке Ерлан келгенде апайдың көзі қызарулы, даусы дірілдеп тұр еді. Сен басқа әйелдермен жүрсің бе? Деп сұрады тікелей. Ерлан бір сәтке абдырап қалды, бірақ тез қалпына келді. Апай, ол жай достар, сен үшін ешкім жоқ. Сен менің ең басты адамымсың, деп өтірік айтты да апайды құшақтап алды. Апайдың қызғанышы басылмады, бірақ Ерлан оны тыныштандыру үшін әдеттегіден ерекше әрекет етті. Бүгін саған ерекше ләззат сыйлайын, сен менің жалғызым екеніңді сезін, деді ол. Апайды қолынан ұстап ванна бөлмесіне апарды. Ваннаға ыстық су құйып көбік салды, хош иісті гельмен. Апайдың көйлегін шешіп, өзін де жалаңаштады. Екеуі ваннаға бірге түсті. Суық, ыстық, көбік жұмсақ. Апайдың денесі жылынып, тынысы тездеді. Ерлан апайдың артына отырып, оны құшақтады. Қолдары алдымен иығынан бастап кеудесіне қарай жылжыды. Көбікпен сабындап, емізіктерін саусақтарымен қысып, жеңіл ысқылады. Апайдың басты артқа тасталып ыңырсыды. Ерлан, сен тек менікісің. Ерланның бір қолы төмен қарай түсіп, апайдың арасындағы нәзік жерді сипады. Саусақтары баяу ішке сеніп, ішкі қабырғаларын ынтамен ысқылады. Апайдың аяқтары су ішінде дірілдеп, су шашырап кетті. Ерлан апайды тұрғызып, арқасынан құшақтап, қабырғаға таянып тұрғызды. Су ағызып тұрғанда ол апайдың аяқтарын ашып, қатты мүшесін арт жағынан баяу енгізді. Апайдың қолдары қабырғаны ұстап, денесі алға-артқа қозғалды. Ерланның қимылдары күшейіп, су шашырап, ванна бөлмесін толтырды. Апайдың дауысы шыңғырып, тереңірек, күштірек, сен менікісің, басқа ешкім жоқ, деп қайталады. Ерлан апайдың мойнынан сүйіп, құлағына сыбырлады. Иә, апай, тек сені сүйемін. Апайдың оргазмы күшті болды. Денесі қатты қысылып, суға шашырап, дауысы бөлмені толтырды. Ерлан да шарықтап апайдың ішіне босады. Екеуі су ішінде бір-біріне жабысып тұрды. Апайдың көзіне жас ағып, Ерланды құшақтап, мені тастама, сенсіз өмір жоқ, деді. Ерлан апайдың бетінен сүйіп, тастамаймын апай, сен менің барымсың, деп уәде берді. Бірақ іштей ойлады, қызғанышы күшті екен, бұны пайдалану керек. Ваннадан шыққан соң апай Ерланды төсекке апарды. Олар ұзақ уақыт бірігіп жатты. Баяу, мейірімді, бір-бірінің денесін сипалап. Апай Ерланның кеудесіне басын қойып, мен саған үйді жазамын, нотариусқа барамын. Сен менің мұрагерім боласың, деді. Ерлан таң қалды, бірақ қуанышын жасырмады. Рас па, сен маған сонша сенесің бе?